Саламатсыздар ма? Бізде кезекті подкаст. Бүгінгі подкасттың қонағын таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Амангелдинова Гүлжан ханым, психолог, тренер, Европалық КЕ бағдарламасының өкілі, мемлекеттік саясат бағдарламасының докторанты. Гүлжан ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Бүгінгі подкаст Жұбанов университетінде екінші рет ұйымдастырылып отырған салауатты ұрпақ ұлт байлығы атты халықаралық форумның қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Бұл форум өткен жылы ұйымдастырылып, біраз республиканың түкпір-түкпірінен психологтар, психоаналитиктер қатысқан еді, және де биылғы жылы да форум халықаралық формат алып отыр. Биылғы жылғы форумның ерекшелігі сол, оған шетелден біраз спикерлер, қатысушылар қатысайын деп отыр. Гүлжан ханым, енді бірінші сұрақты, жалпы биылғы форум шексіз әлем деген тақырыпқа арналған. Бұл жерде бірінші кезекте ол әрине психологиялық тұрғыдан шектеулерден және де тәуелділіктен өзіңді шексіз ұстау, шексіз болу, және де екінші жағынан ол инклюзивті орта, инклюзивті қоғамға бейімделу. Жалпы бүгінгі қоғамдағы шексіздік жайында, бүгінгі жалпы қоғамның картинасы жайында айтып өтсеңіз. Мен ойымша тақырыптарыңыз ауқымды. Өйткені, мысалға, жалпы психологияны алатын болсақ, қарастырамыз, ол жеке адамды қараймыз. Ол жеке адамның ішкі жан дүниесімен жұмыс жасаймыз көбіне. Бір ішкі шектеулерін алуға тырысамыз. Ал егер инклюзивті ортаға келетін болсақ, онда мысалға ол үлкен бір қиыншылықтардың біреуі деп те айтсақ та болады қазір Қазақстанда. Ол білімге қатысты болсын, оқу орнына кіру, жаңағы доступ деп айтады ғой. Қаншалықты мен ғимараттарға кіре аламын, кіре алмайын деген сияқты солар. Одан кейін қаншалықты информацияға қол жетімді, жетімсіз, шектеу бар ма, шектеу жоқ па деген сияқты. Сондықтан шексіз әлем құру үшін, мен ойымша, қайттан адам өз басынан бастау керек, одан кейін отбасы, біздің әлеуметіміз, одан кейін біздің жалпы мемлекет ретінде. Өйткені қазір бүйтіп қарап отыратын болсақ, жастармен үлкен екі буынды алатын болсақ, мысалы екеу екі түрлі ойлайды. Біз енді орта буынның арасында қалып қалған шығармыз жалпы. Не анда, не мында емес дегенде. Бірақ жастарға қарайтын болсақ, олар әрине сол шексіз әлемге ұмтылады қатты. Ал одан алдыңғы буындар, олар сол шектеулермен өскен. Бір қиыншылық болды, мысалға жаңағы заңдардың өзгеше болуы, біз енді қалай болсақ та орта азиялық мемлекет ретінде біз мысалға дәстүрлерге өте қатты ұстанып, қатты қараймыз. Оның барлығы бір жағынан арқау болғанмен, екінші жағынан шектеуде болуы мүмкін кейде адамдарға. Сол кезде менің ойымша қазір жастар осы шексіз әлемге қай түрде де алатын болсақ, қатты ұмтылады. Ол сол шексіз әлемді құрудың арқасында инклюзивті өзгерістер де ене алады. Өйткені олардың арасында, мысалға, мүгедектігі бар адамдармен жалпы қарапайым халықтың арасында шексіздік. Ол жерде барьер жоқ, олар бір-бірін қабылдай алатын жағдайға жету, менің ойымша. Қазір егер осы екі тақырыпты бүйтіп қосатын болсақ, өйткені әр адам іштей дайын болса, өзгешелікті қабылдауға, онда бізде шексіздік пайда болады. Ал егер мен бір өзгешелікті қабылдамай, оны іштей итеріп, стереотипті бір ойлармен қарайтын болсам, ол шексіздік емес, ол жерде бізде бір барьер пайда болады. Ал оны алып тастау, ол әр адам іштей өзгеше ойлай алса, онда осы біздің көп түсінбейтін нәрселердің бәрі бірігіп өшеді. Сонда ортақ жаңадан бір өзіңіз айтқандай шексіз әлем, түсінетін, бір-бірін қолдай алатын, бір-бірін қабылдай алатын бір әлем құрастыра алатын едік.
Бірақ оған енді әрине қазір мысалға сіздердің жасап жатқан подкасттарыңыз, одан кейін мемлекеттік бағдарламаларды алатын болсақ, әрбір адамның іштей ізденістерінің барлығы осыған алып келеді ақырындап. Бірақ бізге не жетіспейді? Қолдау кейде. Ол басшыдан болсын, ол үйдегі ата-анамыздан болсын, мектептегі қоғамнан, мысалға жалпы қоғамнан кейде осындай бір арқау, қолдау жетпей жатады. Гүлжан ханым, мынау статистиканы алатын болсақ, жаңа жастар туралы айта кеттіңіз ғой. Бірақ шексіздіктің бір мүмкін екінші қыры шығар, лудоманияға келетін болсақ, жаңағы түрлі нәрселерге тәуелділікке келетін болсақ, сол негізі жастардың арасында көбірек. Бұның таяқтың екі ұшы бар дегендей, бұл жайында не айтасыз? Біз міндетті түрде бір затты ойлаған кезде, құбылыс болсын, зат болсын, өзімізге керек нәрсе болсын, іштей біз осылай қарастырамыз. Не жақсы, не жаман. Ұнайды, ұнамайды. Бір шек, екінші шек. Ал мен айтып отырған ойым ол баланс. Міндетті түрде баланс болу керек. Өйткені бір шексіздік пен екінші шексіздікте өмір сүру мүмкін емес. Ол ақ пен қара қылып өмірді бөлу, жалпы айтқан кезде. Мынау дұрыс, мынау бұрыс деген сияқты. Ал осының қатерінен біз неше түрлі проблемалар, қиыншылықтарға тап боламыз. Ішкі күйзелістердің көбісі адамды осындай тәуелділікке алып келеді. Тәуелділіктің арқасында не жатыр шын мәнінде? Ол бала кезімізден алып келе жатқан тәрбие. Атамыз қанша маған сол шексіздік пен шектеудің арасындағы балансқа үйретті. Осы жоқ. Бізде не шектеу көп болады, не керісінше менің балам еркін өсу керек дейді, тым еркін жібереді. Олай емес. Өйткені еркіндіктің мысалға шегі де болады. Осы ғой, ол ақ пен қара қылып ойлаған кезде қиыншылық осы да туындайды. Сонда мен не баламды тым жіберіп қоямын, не істеп жатқанын білмеймін, кіммен араласатынын білмеймін, ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын білмеймін. Бірақ мен ойымша мен оны еркін жібердім. Өзі қалағанын істеп жүр. Ана жерге барамда қорғаймын. Мен балама тиіспеңдер, мен балама сөйлемеңдер, мен баламды үйтпе бүйтпе. Немесе керісінше болмайды, жақсы болу керексің, бес әкелу керексің, таяқтың астына саламыз, көп ондай жағдайларды естіп жатамыз, әлі күнге дейін бар. Сонда шектеуде де болған, және еркіндікте де болған адамдар ақырында тәуелді болып қалуы мүмкін. Өйткені оның ішкі тірегі жоқ. Ішкі тірек не үшін керек? Адам ішкі тірегі бар болатын болса, сезімдерін тани білетін болса, өзінің қалауларын білетін болса, өзінің жан дүниесін түсіну арқылы басқа адамның не сезіну мүмкіндігін білетін болса, өзінің ойын емін-еркін жеткізе алатын болса, онда тәуелділікке бармайды ол адамдар. Мүмкін кішкене қызығып ойнауы мүмкін, ал керісінше салынып кетпейді дейсіз ғой? Салынып кетпейді. Өйткені оларда критическое мышление дейміз ғой. Олар сол ақ қарақ бөлмейді, олар ойланады, бұның қай жері әдемі, қай жері маған ұнайды, қай жері ұнамайды. Ол зерттейді оны нәрсені. Анау ойлаудың түрлері бар ғой. Симплементарное, дуплексное мышление дейді, полиментарное, омниментарное. Бұл жерде енді сіздің айтып тұрған дуплексное мышление көп жағдайда екі жақты, қара мен ақпен ғана көреді, ортадағы жаңағы серый сұр түсті, басқа да қараның да оң жағы бар деген нәрселерді ескермейді дейсіз. Енді мынадай сұрақ қойғым келеді. Мысалы, мықты профессорлар, немесе мықты спортшылар, эстрада жұлдыздары, оларда да белгілі бір іске тәуелділік деп айтуға бола ма бұны? Барлық өмірін, ғұмырын бір нәрсеге арнайды. Мысалы, енді мына жерде параллель жасауға болады. Лудоманияға салынған адам барлық өзінің жан дүниесін сол азартқа салатын болса, ал профессор болу үшін ол да бір жағынан қараған кезде көп ғалымдарда, мысалы, тіпті шизофренияға дейін барған жағдайлар кездескен, тарихта ол бар, бәрімізге белгілі. Мысалы, Абайдың өзі құсадан өлді, ол жаңағы ғылымды ойлап, қоғамды ойлап, барлығын өз жүрегіне қабылдап, өзінің жүрегі арқылы өткізіп, үлкен күйзеліске душар болды дейміз. Бұл жерде
мынау бізде тыңдайтын көбіне контингент ол жастар, студенттер. Соларда қазір үлкен жол тұрады. Қай жолды таңдаймын деп. Мысалы, біреу үлкен профессор болғысы келеді. Бұл жолда тәуелділік қаншалықты деңгейде деп ойлайсыз? Қалай айтуға болады? Қазір мысалы сіз екі ауқымды, сондай өте маңызды бір тақырыптарды көтердіңіз да, шын мәнінде. Өйткені егер біз жаңа лудомания, жалпы тәуелділік дегеніміз не, иә, ол адам іштей әлі ересек емес, саналы емес. Әлі сол бала күйінде қалып қалған. Балада болады ғой тәуелділік. Ата-анасына тәуелді болады, одан кейін оның ата-анасы не береді, не бермейді, соған тәуелді болады. Және тәуелділіктің бір қиын жері, адам саналы түрде өзіне қарамаса, онда ол тәуелділік одан арман өзінің ішкі жан дүниесіндегі мен қалаймын, мен осыдан бір рахат аламын. Сонда адам керісінше өсе келе, мысалы кішкентай 5-6 жас, одан кейін мектеп өмірі не үшін беріледі, адам өзін кішкене шектеу, өзінің қай жолға түсу керек. Ал лудомания жаққа кететін, жалпы тәуелділік, ішімдік болсын, қай жағы болсын, адам іштей бала ретінде қалып қалады. Сонда ол энергиясын қайда жұмсарын білмейді. Сублимация деген нәрсе бар ғой. Сол энергияны біз уақытымен саналы түрде біздің мен қалаймын, мен анау керек, мынау керек, тек қана өзім қалауларымен, өзімнің бір нәпсіммен өмір сүру емес та, сол нәпсіні біз уақытымен ақырындап сублимация ретінде трансформация қылып, ғылымға жіберу керек. Біз жаңағы ғылым, білім, ілім, творчество, тағы да не, спорт, кез келген жаққа біз жібереміз. Біреулер үй шаруасына жібереді, егер ұнайтатын ретінде болсақ. Бұл сол сублимация кейде тым қатты болып кетеді. Сол білімнің арқасына тым трудоголизм ғой, жаңа сіз айтып жатқаныңыз, жұмысқа басымен кіріп кетіп, барлығын ұмытып кетіп, әлемде қандайда бір рахат ала алмай қалады ол адамдар, сол бір нәрсені бітіре алмай кетсе. Бұл да қайттан екінші жағы да. Крайность. Бір шектен екінші шекке өтіп кетуі ғой. Сублимация өте пайдалы нәрсе. Бұл психологиялық тұрғыдан алатын болсақ та өмірде де. Өйткені осы энергияны біз мына жаққа жібермесек, онда адам өзін жоғалтады. Екеуі де бір жағынан білім қуғанмен де, екінші жағы мүмкін отбасы, өзінің қалаулары жағынан бақытсыз шығар ол адам. Сонда перфекционизм деген нәрседе кіріп кетуі мүмкін. Анан бітірмей, мен тоқтай алмаймын. Ол өте қиын нәрсе. Сонда ол адам демалмайды деген сөз. Ал мына жақта керісінше тәуелділікте тек қана менің қалауым болу керек, сол рахатпен өмір сүре берсем. Кішкентай бала, не істейді ол? Емеді, тамақ ішеді, өзінің ойнайды, ұйықтайды деген сияқты. Тек қана сол қалау. Солға айтып тұрған, қазіргі жастардың бір жағы ізденеді, ал екінші жағынан кейде қорқып, сол ішкі нелермен қалып қалады, есейгім келмейді, мен қорқам, өйткені ата-ана да оған бір емін еркін, оның жаңағы өсу кезеңдерінде дер кезінде талап қоймаған, дер кезінде көмек берген жоқ. Өйткені психологияда тәуелділікке егер былай ішке қарай зерттейтін болсақ, ол онда неден басталады? Бала өз туылады, жаңағы рахат алу принципімен өмір сүреді. Айғайладым, мамам жүгіріп келеді, айғайладым, тамақ салынады, айғайладым, астымды тазалап береді, памперсімді ауыстырып деген сияқты. Одан кейін келесі кезеңде бала өседі, түсінеді, мен мұнаның бәрін корольмын ғой, принцессамын ғой, ханшайымын, бәрі мен, центрмін. Центр вселенной. Одан кейін үшке 1,5-3-тің арасында біз гаршокқа үйретеміз. Жоқ деп айта бастаймыз. Ол кезде бала түсіне бастайды. Менен басқа да бір әлем бар екен ғой, маған жоқ шеттеу қоятын. Немесе әнісі, немесе қарындасы болады. Депрессия болады ол кезде балада. Мен енді ешкім жақсы көрмейді деген сияқты. Осы кезеңде ата-аналар әдемлеп балаға түсіндіру арқылы, ұрсып, шектеу қою арқылы емес, баланы есейту жолына қарай беретін болса тәрбиені, онда осы тәуелділіктен көп нәрседен
алшақ болады бала. Бізде қалай? Бізде зорлайды, дәрет сындыруға. Баланың физиологиялық түрде бала дене бітімі дайын емес, оны тула салып жаңағы тосамыз дейміз. Ерте, керек емес нәрсе. Бала өз уақытымен даму керек еткені. Сонда тәуелділікке керек болсақ, ол әрине осы 3-5 жас арасындағы баланың дамуы. Немесе алғашқы 5 жылдықты деп алсақ та болады. Осы жерде біз білеміз, бала тәуелді бола ма, болмай ма, заң бұзушы бола ма, болмай ма, жалпылай. Америкада, ақш-та тест өткізеді. Сол садиктегі жүрген балаларға. Білесіз бе не үшін? Болашақта олар мектеп бітірген кезде түрмеде неше орын дайын тұру керек. Сол үшін істейді. Қайтадан айтайық, тәуелділік ол тым адамның қатты және өзінің бос уақытында өзінің қалауларымен не істейтінін білмейтін адамдар. Азапта тоқтай алмайды ғой. Шындықта де тоқтай алмайды. Саналы түрде ол түсініп тұр, әйтеуір бір тоқтау керек, бірақ тоқтай алмайды, іштей тоқтай алмайды. Трудоголизмде де тура солай. Ол біледі, көп істеп бара жатқанын, бірақ тоқтай алмайды. Сонда әйтеуір бір ішкі ата-ананың дауысы болсын деп отырады. Мына жерде дұрыс істемедің, мен тағы істеу керек деген сияқты. Сонда психологиялық тұрғыдан зерттеулерге сүйенетін болсақ, ол 3-5 жастың аралығы деп отырсыз ғой, иә? Ал өтпелі кезеңше, мысалы, переходной возраст дейміз ғой, 10 жастан асқаннан кейін 13-15 жас аралығында осы кезде мүмкіндік бола ма? Оны қайтадан түзетуге, тәрбиелеп жіберуге, немесе бағыт-бағдар беріп жіберуге? Бірінші 5 жылдықты кішкентай балалар осы жас өспірім кезінде қайтадан өмір сүріп, соны түзегісі келеді. Бұл жерде қайтадан аталарымыз не істейміз? Ұят, үйтпедің, бүйтпедің, мен сенің кезінде үйтетін едім, бүйтетін едім, көп ата-ана енді солай. Әрине, барлығы емес. Бірақ осы жерде баланың ішкі қайтадан өзгерістерін түсіне отырып, оның мінез құлқының өзгеруіне, сөз қайтарып жатқанына, жуынбайтынына, одан кейін не істейді тағы ол кезде? Әртүрлі нәрсені тексеріп көреді. Сол кезде ата-ана қасында болатын болса, онда бұдан бала дұрыстау өтеді деген сөз. Бізде керісінше, бізде ата-аналар жібермейді ғой баланы. Сен оңбаған үйде неғып отырмайсың, мен саған айттым ғой 8-де кел, не деген ол достарың? Ол да болмайды. Сонда баланы біз керісінше, әрбір ата-ананың мақсаты еркін, саналы бала өсіру. Самостоятельный. Сонда оны қалай өсіреді? Қайтан балаға ата-ана көрсету керек. Біз жайдан жай айтпаймыз ғой, ұяда не көрсе, ілгенде, ой, ұшқанда соны іледі деп. Көрсету керек бірінші кезекте өзінің мысалдарымен, іс-әрекетімен. Бала қалай көреді? Бізде бетеді ата-ана. Ішпе. Ал неге ішуге болмайды? Ол неге дұрыс емес деген ой. Өзі ішеді. Өтірік айтпа. Әдемі нәрсе. Бірақ өздері өтірік айтады, жасырады. Мен, мысалы, ата-аналар көбіне қалай жасырады? Бала кішкентай бесікте жатқан кезінде, бала өмірді тек қана мамасының көңіл күйі арқылы тани бастайды. Сол кезде не істейді бала? Мысалға, енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Мамасы ренжіп қалысуы мүмкін, депрессияда болуы мүмкін, я көңіл күйі жоқ дейік. Бірақ ол келеді да баласына жымиып қарайды. Бірақ ішінде қозып жатқан, қайнап, ашу, ыза болады да. Бала сол кезде ол сезімін алады. Диссонанс, түсініксіз нәрсе болады да. Өйстіп, ақырындап біз балаларымызды өтірік алдауға үйретеміз шын мәнінде. Одан кейін подросток болған кезде жас өспірім қайдан шықты, мен өмірінде ондай жасамап едім деген сияқты нәрселер айтылады. Сондықтан әр кезде баламен дұрыс сөйлесу керек. Болмайды, неге болмайды, балаға түсіндіру керек. Бізде қалай айтады? Есікті керме, жаман болады. Не ол жаман болады? Біреу өліп қалама, не үшін? Қайдан шықты ол ырымдар? Ырымдардың өздерінде қазіргі
кезде мен ойымша ырымдар көп жерде керек емес та. Кейбір нәрсе, мысалға кереге керу, мен ойымша ол киіз үймен байланысты. Что конструкция итермеу керек деген сияқты нәрседен шықтау деп ойлаймын мен. Жалпы құрылысы бойынша. Ал біз әлі күнге дейін оны қолданамыз. Бірақ түсінбейміз. Білмеймін, мысалы, бала кезіңізде сұрақтар болды ма? Озығы бар, тозығы бар дейді. Енді заман ағымына сәйкес оны да қарап тұрып, сыни тұрғыдан қарап, кейбір дәстүрлер, жаңадан пайда болған дәстүрлер бар, мысалы. Ол да өзгеріп тұрады дейсіз ғой. Сондықтан әр кезде ата-ана мұқият болу керек та, заманауи жүру керек. Баласына түсіндіре білу керек. Неге? Өйткені балаларда әр кезде сұрақ. Неге? Сол неге деген кезде ата-ана отырып баласына мұқият дін қойып, зейін қойып түсіндірмесе, онда балаларын жоғалтады олар. Ертең жас өспірім кезде сол айтылмаған латентный период дейміз, жаңағы жабын кез, ол мектеп кез. Осы 6 жастан 11 жасқа дейін. Бала өзінің көп нәрсесін социализация, адаммен қарым-қатынас құруға соған жібереді. Одан кейін жас өспірім кез, кризис, қайттан денесі өзгереді. Ең маңызды кезеңдер. Бізде қайтеді, мектепке барып жүр, сабақ оқып жүр, 5 алдына алып келеді, бәрі дұрыс. Жоқ, дәл сол кезде баласын жоғалтады көп ата-ана. Сосын жас өспірім кезінде, кризис кезінде кеше ғана үндемей жүрген балам бүгін мінез құлқы быт-шыт, маған түсеп беріңізші деп алып келеді. Тәуелділікке сол кезде ұрынады еще. Ішімділік, азарт ойындарына, өйткені сөйлесетін адам жоқ, ішкі жан дүниесін түсіндіретін адам жоқ, ата-анасы сөйлеспейді, мектепте қарым-қатынас жоқ. Қайдан? Бір жерге ол барып бір ләззат алу керек қой. Сонда ойындар ойнайды. Гүлжан ханым, жаңа өз сөзіңізде айтып өттіңіз, енді көп жағдайда ата-аналар жіберіп алады дейді. Бірақ та бір қазіргі уақытта осы өзімде ата-анамын, айналадағы енді достарымызбен, әріптестерімізбен сөйлесе отыра, бірақ біздің жалпы қоғамда қалай айтсақ болады, сауатты ата-аналар легі де пайда болып келе жатқан сияқты. Жалпы енді өз тәжірибеңізде бар, мысалы осы периодтарды дұрыс өткізетін, балалармен бірге ойнайтын, уақыт бөлетін, тіпті енді көбіне ер адамдар отбасына қарамайды дейді, бірақ жаңағыдай біздің дәуірдің геройы дейді, немесе сондай да ер азаматтар бар. Қазір әйеліне күтім жасайтын, балаларына көңіл бөлетін. Енді шыны керек, бір 21 жыл бұрын біздің әкелеріміздің кезінде мамаңа бар деп тек қана барлығы мамасына сілтейді. Бірақ та қазір көп байқаймыз ер азаматтардың баланы уатып жүргендігін, тіпті жаңағыдай төсенішін ауыстырып жатады, басқа уақытта да баласына көңіл бөліп жатады, үй тапсырмасын орындап жатады. Жалпы осы тенденция жайында не айта аласыз? Тамаша тенденция. Ол жоқ болды деген нәрсе емес қой, ол болды, әрине. Қазір көбейіп жатыр. Мен ойымша ол өте тамаша нәрсе. Сонда бала екі жақты өседі, қайттан түсініп, бөлінбейді. Мынау әйелдің жұмысы, мынау еркектің жұмысы деген нәрсе жоқ. Жалпы қайттан шексіздікке келеміз. Сонда көп нәрсені шын мәнінде де әр адам екі жақты да алып жүре алады деген сөз ғой. Ер адамдардың қазіргі кезде балаларына зейін қойып, отырып, тыңдаулар өте тамаша нәрсе. Өйткені біз идентификация деген нәрседен өтеді да, сонда ер бала мысалы әкесімен қалай қарым-қатынас құру керек, ер болу деген не нәрсе, оны қалай көру керек. Өйткені кейде мысалы біздің клиенттер келеді, олар не көрді? Әкем қатал болды, мен де қаталмын. Кері да, мен ойымша. Ол қатал болудың да бір шектері болады. Немесе қыз бала мен әкесінің қарым-қатынасы қандай тамаша. Егер қыз бала әкесінің көзінен өзінің тамаша екенін көретін болса, ол ертең тура сондай әдемі өзіне жолдас табады. Ал қатыгездікті әкесінен көзінен көрсе, оның қыз балаға немесе ұл балаға да қатыгез болса, ертең біз алғандай не мазохист, не садист деп айтып күлеміз ғой қазір. Сондай адамдар ұрпақ сондай тәрбиелейміз. Ал біз қазір мен ойымша қандай ұрпақ тәрбиелеуге? Өзін түсінетін, өзін жақсы көре алатын, сол арқылы басқа адамдарға да солай қарау, солай жаңағы қарым-қатынас жасау. Сіздер мысалы қазір студенттермен көп жұмыс жасайсыздар ғой.
Мен ойымша қазіргі студенттер өзгеше бір жағынан, екіншіден барлығы деп айтпайық, енді мүмкін 50% ма, енді ол статистика, сіздер мысалы университеттеріңізді білмедім, бірақ олар қандай болады? Көп бала, мен ойымша, бірінші курсқа келген кезде өздерін танымайды әлі. Жаңа орта, ата-аналармен бөлінді, сепарация деп айтып жатамыз. Неше түрлі қорқыныштар пайда болады. Біреу өзінің жаңағы қалай ұстайтынын біледі, екінші бала білмейді. Осы кезде қайтадан әлеуметтену. Иә, қайттан әлеуметтену, қайттан өзін басқаша көрсету, және не басталады? Егер өзін жоғалтқан бала болатын болса, өзінің оңды солдысын әлі қатты ажырату білмейді, сезімдерін білмейтін болса, қайттан не тәуелділік, не депрессияға, не басқа да бір күйзелістерге ұшырап отырады. Суицид те содан пайда болады. Өйткені ішін білмейді. Мен ішімді білмесем, мен басқалармен қарым-қатынас құра алмаймын, айта алмаймын. Сондықтан бұл жерде қайттан, мен тек қана ата-аналардың кінәсі деп айта алмаймын. Олардың өздерінде бір қиыншылықтары бар ғой, сондықтан сондай болып отыр. Осы себептен отбасындағы отағасы да, шаңырақтың анасы да, екеуі егер бірдей үйлесімді болатын болса, онда олар тура сондай үйлесімді балаларды өмірге алып келе алады. Сонда ата-аналар қайтадан шектеу мен бостандықтың екеуін қалай баланста ұстап балаларына үйрете алады. Осы нәрсе ең қиын шын мәнінде де. Шектеу мен бостандық беру оп-оңай. Оның екеуінің қалай ажыратып, қалай бірге ұстап жүретіні қиындау болады. Сондықтан сіздер, мен ойымша, бірінші курсқа келген студенттерден көп сондай көресіздер деп ойлаймын. Қиыншылықтар. Осыдан 2 жыл бұрын психологиялық қолдау орталығы ашылды университетте. Ол Қазақстанда бірінші болып ашқан университет, ол біздің Жұбанов университеті, Ақтөбе қаласындағы. Және де ол жерде біраз тәжірибелі психологтар жұмыс істейді. Барлық бірінші курстар жалпы тренингтер арқылы, жұмыс істеу арқылы, енді психологиялық қызмет орталығының мамандары әрбір топпен, әрбір куратормен кездесіп, жалпы студенттерден түрлі сауалнамалар арқылы, енді әдіс тәсілдері өте көп, сол арқылы жұмыс жүргізіп, сосын балалардың адаптациялық периодтағы, әсіресе бірінші курс студенттерін байқап, тізімін жасайды. Одан кейін сол балаларға енді мүмкіндігінше жеке индивидуальный подход немесе топпен біріктіріп, ары қарай барынша қолдау көрсетуге тырысады. Тамаша. Не дейміз? Өйткені өте керек нәрсе. Бірақ басқа жағы бар мен ойымша. Кейде студенттер қорқады келуге. Жаңында несін ашуға. Өйткені бізде қоғамда әлі психологқа бару, ол мен жындық емеспін, тентек емеспін деп қашқақтайды мысалға. Бірақ егер келетін студенттер бар болса, ол өте тамаша нәрсе. Өйткені өзін тани білетін болса, және сіздерде мысалға жаңағы мұғалімдер ұжымы балаларды кім қандай екен, кішкене жаңағы жеке бір өзгешеліктерін байқап, сонымен сөйлесетін болсаңыздар, ол балалар міндетті түрде ақырындап ашылады. Ол өте тамаша нәрсе. Әрине, бұл сіздердің мысалға міндеттеріңіз емес қой, жалпы баланы тәрбиелеп шығу. Бірақ ол сіздердің қосқан үлестеріңіз. Өте керемет нәрсе мен ойымша. Жалпы енді университет кезеңі адамның өміріндегі, жастардың өміріндегі ең бір қалыптасу кезеңі. Жаңа өзіңіз айтқандай, өйткені өзімнің студенттік кезімді есіме түсірсем, мысалы шынымен сол кезде оған дейінгі жоспарлардың барлығы нақтыланып, бағыт-бағдарымыз білініп, нақты немен айналысатындығымыз соған жауап алып, сосын үлкен өмірге бір үлкен жоспар құрылды деуге болады. Өйткені енді бірақ негізінен мен өзім мысалы 13 жасымда ата-анамнан кетуге, қалаға кетіп оқуға тура келді, ауылдағы мектеп жабылып қалғаннан кейін. Бірақ та жабылды дегенде енді мектептегі оқытушылардың біраз қалаға көшіп кетіп, енді пән оқытушылардың болмау себебінен ата-анадан ажырау сол 13 жасымда болды. Қиын. Бір ерекше кезең, бірақ та мен оған көбіне рахмет айтамын, өйткені есейдім, оң солым таныдым, және де әжем болды ол жерде. Әжемнің тарапынан көп махаббат сезілді.
Бірақ та жаңағы университетке түскенге сол тіпті ерекше, өйткені ол мектептегі сияқты емес, ересек өмір, және де адаптациялық период, өзіңіз айтып өткендей, адамды есейтіп, бір бағыт бағдар табуға, мамандық бойынша ары қарай нақты мақсаттарды айқындауға көмегін тигізді. Мен ойымша сіздің мысалыңыз өте жақсы да, өйткені сіз өзіңізге бір мүмкіншілік беру, уақыт қой. Есею уақыты бір жағынан айтқандай, мынау ересектердің өмірі қандай деген сияқты. Ал көбіне қайтадан балалар қандай оймен келеді мектепті бітірген соң. Мен осы институтқа, университетке түскеннен кейін осы мен өмірлік мамандығым болу керек, өмірлік бір қателік жасамай бір мамандықты таңдау керекпін деген ойлармен. Біреулер оқығысы келмей келеді деген сияқты ғой, әртүрлі. Осы жерде қайтадан сіздер мысалға мұғалімдер сияқты тараптан, басшылардың тарапынан балаларға түсіндіру, мен ойымша ол осы кезеңді пайдалану, түсіне білу, өзіңде не керек екенін. Өйткені ата-ана ретінде де мысалға олар біле бермейді ғой, балаға не керек екенін, қай жері бар екенін. Сондықтан мен ойымша осы университеттің өмірі жан-жақты нәрсе береді ғой. Мысалы сіздер форум қазір ұйымдастырып жатсыздар, бір күні бір концерт болады, екінші күні бір психологиялық квинтет апталығы өтеді, тағы бірдемеге неше түрлі үйірмелер бар болса, сонда бала өзін жан-жақты танытар еді. Студенттер ұйымы болады, олар бір нәрсе істейді деген сияқты. Сөзде көреді кімде лидерлік қасиеттері бар мысалы, немесе мен мына жерден ұйымдастыруға жақсымын. Мен лидер емеспін, бірақ мен әдемі ұйымдастыра аламын. Немесе мен лидер болуға не жетіспейді. Осындай әртүрлі сіздер мысалы университет ретінде сондай шаралар әрдайым ұйымдастырып тұрса, мен ойымша студенттерде өзін ана жерден бір көріп, мынан бір көріп, өздерін тани бастайды. Өйткені ата-аналарда кейде болады енді солай кетті, бітті деген сияқты. Мына жерде мамандық таңдауға байланысты. Мысалы, өзімде жеке ата-анам мынандай мамандыққа бар, юрист бол, әкім бол деп, мысалы, бізде енді көптеп кездеседі. Ата-анасы баласы үшін мамандық таңдайды, баласының қалауын, арманын ескермей жатады. Бірақ жеке өз басымда ешқандай ондай қысым болған жоқ. Грантқа түспей қалсаң оқытпаймыз дегенде болған жоқ. Өзің қалаған мамандығыңа бар, ештеңе айтпаймыз деді. Және кейін енді грантқа да түстім. Ол енді ішкі мақсат болды. Өзім қалаған мамандығым неге журналистика болғанмен, филологияға түскеннен кейін екеуі бір-біріне ұқсас, түбі журналист боламын деген ой болды. Сондықтан да маған жеңілдірек болған шығар. Өйткені мамандықты өзім таңдадым. Ата-анам айтқан жоқ. Бірақ бізде енді шыны керек біраз кездесіп жатады студенттердің арасында. Ол енді ата-аналары көбіне жаңағы кәсіби бағыт бағдар беру уақытын жіберіп алады. Сосын мамандықты ата-анасы таңдап береді, содан кейін студенттердің күйзелісінің бірі осы. Өйткені протест деген нәрсе болады да, мысалға. Жоқ, мен ол мамандыққа бара алмаймын деп айта алмаған соң, олар университетте түсіп алады, одан кейін оқымайды. Өте қиын нәрсе ғой. Сонда ата-ана да қиналады бір жағынан, екінші жағынан бала да қиналады студент ретінде. Өйткені қызық емес оқу. Ішкі мотивациясы жоқ. Ішкі мотивация жоқ, ол керісінше алады да, сол именно қарсы шығудың бір жолы пассивная агрессия сияқты ғой. Іште жүреді да, ана ашу айтылмаған. Өзін сүйреп алып келеді, өтеді, бетеді. Әрине, әртүрлі студенттер барлығы бірдей емес, бірақ кейде ішіндегі тірегі әлсіз болған студенттер мысалға өзі-өзіне қол жұмсауы мүмкін. Қайтадан жаңағы азарт ойыны арқылы сол бір өзіне жетпейтін нәрселерді алу өте қиын. Сондықтан баланы студенттік өмірге дайындау керек. Туылғаннан бастап. Бізде қайтеміз баланы бүйтіп әлпештей береміз, немесе қатты кез болсақ та жібермейміз, дұрыс емес. Өліп қаласың, қолынан түк келмейді. Тағы әдемі мотивациялар беріп отырады ғой, енді ата-аналар кейде. Керісінше баланы қайттан, мысалға бала туылды.
қазір мысалға бала еңбектегісі келе ма, жіберу керек баланы. Ол құлайды, иә, сүрінеді ол. Бізде қайтеді кейбір ата-аналар келесіне жүгіріп барады да, ойбай, қайттан бала үйренбейді. Әр кезеңнің осындай сатысы болады. Мектепке барған кезде баланы үйрету керек. Бізде ата-ана баланы артқа салып қояды, жүгіреді, мұғаліммен ұрсады, анамен ұрсады, үйтпейсің, бүйтпейсің. Бала онда өзінің мәселесін шешуді үйренбейді. Шеше, әке, тағы біреу келіп әйтеуір жаңағы не көмектесу керек. Сонда ол өзі деген жауапкершіліктен қашады. Өйткені азартқа түсу сол ғой, жауапкершілік жоқ деген сөз. Өйткені ақша салынады, кейін ол үйлерінде сатып жатады, қарыз болған неше түрлі жағдайлар бар, иә. Ол кезде де ата-аналар отырып, сен таңдаған жолың өзің шешіп көр демейді ғой. Үйін сатады, одан машинасы, бірінші енді кіші кредит алады, иә. Одан машинасын сатады, үйін сатады, түгелін сатып болған соң ғана, болды енді балам, енді өзің жауап бер дейді. Ондай кезде кейде әрине көмектескіміз келеді. Психологқа апарудың орнына олар тәуіпке апарады, көмек іздеудің орнына, отыр баласымен сөйлесудің орнына олар қайттан анда-мында басқа жерлерге жүгіреді. Керек емес нәрселерді ақша жұмсалады. Жаңағы білмеймін, тәуіптің неше түрлісіне барады. Жаңағы 2000 теңгеден бастап, мыңдаған, 100 мыңдап алатын адамдарға да барады. Ғылыми тұрғыдан келу жеткіліксіз дейсіз ғой. Енді тағы бір мәселе бар. Онда қазіргі уақытта әсіресе мынау кейінгі әлеуметтік кеңістікте бірнеше ай бойы шолатқан, ол енді өзіңіз түсініп отқан шығарсыз, Бейшенбаевтың мәселесіне байланысты. Жалпы осы тұрмыстық зорлық, зомбылық ол қаншалықты тәуелділікпен байланысты? Бұның арасында бір белгілі параллель, ұқсастық бар ма? Тәуелділікпен егер қатыгездікті алатын болсақ, қайттан айтылмаған, түсінбеген ішкі сезімдер. Өйткені қайтадан саналы емес. Әлі ішкі бір күйзелісте жүрген ішкі сұрақтары, мен кіммін деген сұраққа жауап бере алмай жүрген адамдар. Ішімдікке тәуелді адам ертең барып қатыгезде болуы мүмкін, қайттан естіп жатамыз, өлтіріп қойды, ішіп келіп, атты, тағы бірдеме деген сияқты. Орысша оны нарциссическая рана деп айтылады. Біз нарцисс ол тек қана меншіл, өзіне деген махаббат, бірақ ол қайтадан тәуелділік, ол өзіне деген махаббатты толыққанды ала алмады. Эго деп айтып жатады, эгоист дейді кейбіреулер, оны біз кішкене жағымсыз жағынан көрсетеміз, бірақ шын мәнінде біз кішкене толыққанды нарцисс болу керекпіз, ол норма. Ал содан шектеуден шығып кеткен, немесе кішкене жетпей қалған кезде махаббат тым жақсы көріп кетті, не тым жақсы көрмеді, шектен шықты, нормадан. Онда адам не былай кетеді, не өзі қатыгез болады, өйткені өзінің ішкі сезімдерін айта алмады, өзін не қалайтынын білмеді. Ал керісінше екінші жағынан ол не болуы мүмкін? Жертва. Құрбан. Мазохист. Өйткені оның өзіне деген кішкене махаббаты жетпеді. Осы екеуі кездеседі ғой, міндетті түрде. Мысалға қазір Бейшенбаевты егер алатын, барлығы болды, салтанатта да түгелі болды, бірақ олар кездесті ғой. Садист пен мазохист. Олар өзінің бір ішкі мәселелерін шешпеген адамдар. Біз өмірлік адамдарды солай таңдаймыз. Менің ішіндегі бар бір бейне, сыртта әйтеуір біреуден іліп аламда, сол адаммен біз қосылып, ертең жұп боламыз, өседі. Сондықтан адам іштей жан дүниесімен жұмыс жасаса, көп нәрседен шешілетін едік. Тәуелділік барлығымызда бар. Сөзге тәуелділік, махаббатқа тәуелділік, өзісіне тәуелділік, жұмыс. Бірақ оның барлығы егер шектен шықпаса, норма,
проблема емес. Ал егер мен тәуелді болмаймын деп адамдарды итеретін болсақ, ол да проблема. Онда ол ешкіммен байланыста бола алмайды деген сөз. Ол ертең жұп құра алмайды деген сөз. Сондықтан қайттан міндетті түрде мына шек пен мына шекті айтпаймыз. Баланс. Агрессия немесе ашу, ыза. Ол да барлығымызда бар. Бірақ мен оны ұстай алам. Мен оны ұрмай түсіндіру арқылы шығара алам. Дұрыс қой? Осы. Жаңа Абай айтады ғой, кез келген нәрсенің өлшемі бар, өлшеуінен асса болмайды дейді. Боғы шығады дейді қазақша айтқанда. Енді жалпы біз енді қазір Абайдың қара сөздерімен жауап беру, немесе жаңағы алаш арыстарының бір мысалдарын келтіру көптеп кездеседі. Одан өзге қазіргі кезде жалпы әсіресе қазақ тілінде жалпы осы тақырыптарға, психологияға, бала тәрбиесіне байланысты жазылып жатқан оқулықтар, зерттеу жұмыстарымен қаншалықты таныссыз және қандай ұсыныстар бере аласыз? Немесе сол саламен айналысқысы келетін болашақ психологтарға, болашақ филологтарға, болашақ мамандарға немен айналысқан тиімдірек болады? Тамаша сұрақ. Өйткені менің ойымша ғылымға баспен ену, кіріп кету өте маңызды нәрсе. Бірақ оған қайттан не керек? Кітаптарды, жазылған жазуларды таңдай білу. Дұрыс, бізде қазір көп қой ақпарат, өзіңіз айтып кеттіңіз, өте көп. Бірақ оны оқи отырып, адам өзіне сұрақ қойып отыру керек. Бұл ақпарат кім жазды? Қалай жазылды? Неге сүйеніп жазылды? Тағы не? Хотя бы осы үшеуін алып жүрсе, және оған қандай мен сын айта аламын. Және кім сын айтқан? Өзге көзқарас қандай болды? Егер осы жағынан қарайтын болса, онда жалпы былай көп алшақтап та кете алмайды. Ол дұрыс ұғымды, дұрыс білімді іздей біледі деген сөз. Қазақ тілінде өкінішке орай мен көп нәрсе білмеймін. Қандай әдебиеттер психологиядан жазылып жатқан бар енді. Мысалы, Жарықбаев деген кісі, қайтыс болып кетті, Казгудағы профессор. Сол кісі және соның командасы жұмыс істеген нелер көп. Бірақ менің ойымша қайтадан зейін қойып, критика қойып оқу керек. Сол кезде ғана олар әдемі, жақсы білім табады. Одан кейін мен енді көбіне ағылшын тілінде оқимын да, өйткені түпнұсқа сол жақтан шыққандықтан сол жаққа кетіп қалады, немесе орыс тілінде оқимын. Бірақ мен егер психологияға қызығамын десе, ең жалпы халыққа да түсінікті, бастап келе жатқан адамға да түсінікті Ирвин Яломның «Игры, которые играют люди, люди, которые играют в игры» деген қысқа нұсқа кітабы бар. Содан бастаса, менің ойымша, ары қарата сол автор кімдерге сілтеп жазылды, кімнен ойларын алды, ары қарата ізденіс басталады. Бірақ ең сол жалпақ халыққа рекомендация беретін осы болатын еді. Одан кейін жастардан мысалға Ягнюк деген бар автор, ресейдікі, өте жақсы жазады. Егер мысалға ол жаңа клиент қабылдап оқығым келеді, жұмыс істегім келеді десек, солардан бастауға болады. Көп енді. Мысалға сіздерге қатысты, сіздердің өзіңіз айттыңыз психологиялық жаңағы орталықтарыңыз бар. Сол жерден бастау керек. Сол мамандардан бастау керек. Сол кісілерден ілім алу керек. Және тренингтерге қатысса, мен түсініп тұрғаным, сіздер сондай нәрселер өткізесіздер. Сол жерден олар бастайды. Маған керек па бұл бағыт, әлде керек емес па деген сияқты. Бір қызығы, енді психологиялық дегенде көбіне мынау мотивацияны арттыру, табыс табу, бай әке, кедей әке, жаңағы Кийосакилердің бизнес әдебиет дейміз ба, оны жалпы осы мәселе көп танымал, және менің байқауымша олар көптеп қазақ тіліне аударылып жатыр. Өйткені бай болғысы келеді,
атақты болғысы келеді. Енді жастардың ішінде енді жалпы жақсы болуға ұмтылады ғой. Мүмкіндік көреді. Осы кітаптардың аудармалары өте көп қазақ тілінде. Жалпы осы коучингке байланысты, нәтижеге байланысты әдебиеттер жайында қандай пікір айта аласыз? Қандай ұсыныс бар? Осыдан алдыңғы айтқан ойым, ол формула сияқты ғой. Қандай кітапты алсақ та, тарих болсын, философия болсын, міндетті түрде сұрақ қойылу керек. Бизнес-психология болсын. Қазір көп тарап кетті ғой. Мен көрем кейде қазақ тілінде де мен бақытты болам, бақыттың 3 жолы, керемет әйел болудың 5 жолы, тағы қандай кітаптар көріп едім. Осыған ұқсаған нәрселер. Көру керек, кім жазды оны, және қалай жазды. Және мен оны ала алам ба, ала алмайым ба. Сондықтан мынау үлкен мега информациядан біз ішінен іріктеп алуды егер мен балама үйрете алсам, мен қорықпаймын. Лағып кетеді, жоқ болып кетеді, анаған ілініп, наған ілініп. Өйткені не? Қазір осы барлығы енді ақша табудың бір көзі болып кетті ғой. Мен де сізде қазір отырып екеуміз 1-2 сағатта, бір айдың ішінде әдемі бір кітап шығара аламыз, мен білем. Үйту керек, бүйту керек деген сияқты. Оның тегіні де бар, қазір Google-ға кірсек. Бірақ неге олар жұмыс істемейді? Сұрақ қою керек. Өйткені біріншіден адам өзін танымай 1000 кітаптар жұмыс істемейді. Абайдың мысалға, Абай атамыздың күйзелісі, ішкі күйзелісі. Ол оқыды да, көрді де, бай қуатты жерден де шықты, таяғын да жеді. Ақырында ол сол сұрақпен кетті, біз неге осындаймыз деген сияқты. Және оның көзқарасын бөлісетін адамдар жоқ. Бізде қазір информация көп болғандықтан қайтадан адамдар андай лағып кетеді, анаған сенеді, мынаған сенеді, айтқанына сенеді. Мен мысалы қазір коучингтардың барлығы жаман, немесе тренингтардың барлығы жаман деп айтпаймын. Оны да таңдау білу керек. Өйткені қазір тыңдасам неге үйретеді? Сен әйелсің, сен мықты болу керексің дейді, бір тренер мысалға. Оның 15 жолын үйретіп береді. Күйеуіңе жоқ деп айт, анаған жоқ деп айт, маған олай болмайды ғой. Железная леди қылдырып. Иә, олай болмайды ғой. Біз қарым-қатынаста өмір сүреміз. Баланс. Одан кейін екінші бір аттарын атамай қойайын. Тағы бір тренингтарды тыңдасам, жаңағы неге шақырады? Әйел адам құлшыл болу керек, жаңағы күйеуін тек тыңдау керек, айтпау керек, үйту керек, бүйту керек. Ол да дұрыс емес қой. Онда адам өзін ұмытып кетеді. Ол тек қана біреудің нәпсісімен, біреудің ойымен ғана соған тәуелді болып қалады. А бізге қандай салауатты азамат өсіру үшін ол қандай болу керек? Ол өзінің ішкі тірегі болу керек. Өзінің қалауларын білу керек. Және басқаларында қалауларын білу керек. Одан кейін ол отырып ойланады. Мен барғым деп тұр, мына жақ бармайсың деп тұр. Оның қандай бір шешімі бар? Компромисс неде? Екеуміз диалогқа отырып сөйлесекші, осыдан басталады. Ал егер біреуді өз-өзіне тәуелді қылғысы келсе, мысалға жаңа мен тәуелсізбін деген адам іштей тәуелді, ол қорқады. Сондықтан екінші адамды ол тәуелді қылып ұстап отырады. Сонда ол оның қасында өзін тәуелсіз сезінеді, толыққанды. Ол онда бақытсыз отбасы ғой. Ертең бақытсыз отбасы, бақытсыз балаларды өмірге алып келеді, өсіреді. Осылай жалғаса береді. Сонда біз қазіргі айтып отқан рухани жаңғыруымыз, салауатты өміріміз құр босқа кетеді. Сондықтан тәуелділік іштей бар бізде. Сол тәуелді бола тұра, мысалға ер мен әйеле бір-біріне тәуелді ғой. Тәуелді, қаржылайды тәуелді бір-біріне. Кім не ойлайды тәуелдіміз. Физикалық тұрғыдан. Иә, тәуелдіміз. О жағын қабылдап, бірақ мен қай жерде тәуелсіз боламын. Қай жерде менде еркіндігім болады. Сонда бір-бірімізге осыны беріп отырсақ, өте тамаша нәрсе. Бұндай отбасы, бұндай адам конфликттерді шеше алады деген сөз. Гүлжан ханым, біраз ақпаратпен бөлістіңіз.
ең басты нәрсе ол сын тұрғысынан ойланыңдар деген бір сіз тараптан насихат естідім жастарға арналған. Жалпы біздің подкастқа келгеніңіз үшін сізге көп алғыс айтамын, шығармашылық табыстар тілеймін. Өзіңізден бір қорытынды сөз болса. Рахмет шақырғандарыңызға. Сіздерге де үлкею. Өйткені сіздер университет ретінде өте маңызды, мектептен кейінгі өте маңызды бір инстанциясыздар. Сондықтан сіздерге жеке әркім өздеріңізді тани біліп, соны қалай келгендеріңізді осы жастарға бере алсаңыздар. Жастарға дұрыс білім, дұрыс ілім, біз айтып кеткендей, неге қарау керек, қалай өмірде іріктеп отыра аламыз, қандай қарым-қатынас құру керек, ол әрине әрбір мұғалімнен де басталады. Сондықтан сіздер өздеріңіздің іс-әрекеттеріңіз арқылы студенттерге сондай керемет нәрсе көрсететін болсаңыздар, олар ерте ме кеш пе 4 жылдың ішінде бейсанасына сіңдіреді. Ал жастарға айтатыным, сұраудан қорықпау керек, ізденуден қорықпау керек, және өз пікірлерін айтудан қорықпау керек. Қателік жасаудан қорықпау керек. Өйткені қастарында керемет деген мұғалімдері бар болса, олар соны қалай шешуге болатынын үйренеді. Осы мен оларға, жастарға айтарым. Көп рахмет пікіріңіз үшін. Рахмет. Все, кездескенше. Кездескенше. Сау болыңыз. Сау болыңыз.